Сәлем. Менде бүгін Мумбайда екінші күн. Бүгін бізде 3-ші наурыз. Мен аяғыма осындай кроссовки алдым. 850 рупияға. Әйтпесе мынау тәпішкемен жүре беріп, аяғымды қажап тастады. Саусақтарымда, башпайларымды ауыртып. Жана жолда кетіп бара жатырмын ғой. Жан-жаққа қарап қоямын, адамдардың көбісі деген мынандай. Ана холидің несі краскасы. Холи болып жатыр. Міне адамдар осындай болып жуынып жатыр. Hey! Don't film. Don't? No. Okay, sorry. Суретке тартпаңыз деп қояды. Осы достар. Холи, бүгін холи бүгін. Үндістердің мерекесі ғой холи дейтін. Мумбайдың метросы осындай екен достар. Әдемі екен, дамып кеткен. Осындай билет аласыздар 30 рупияға. Мына QR-ды через турникет сканерлеп өтіп өтесіздер через турникет. Ана жерде ар жақта, короче, бас жағына тек әйелдер мінеді екен. Әйелдерге деп жазып қойғанда. Мынаны көрдіңіздер ме? Полностью ограждение бар. Біздегідей Алматыдағыдай емес. Мына жаққа құлап кету қаупі мүлдем жоқ. Мына жерде полностью огражденный, короче, одним словом. Мумбай деген кәдімгідей бір дамып кеткен екен. Индияны біз айтамыз ғой, ойбой, Индия деп, оказывается, Индия деген салам алейкум болғатыр екен. Осы мінеки. Мен осы платформа 2-ден мен Макалакшми деген станцияға дейін барам. Так. Надо спросить. Осы метро. Мінеки. Есіктер осылай ашылып жабылады. Қауіпсіздік. Енді бұл Мумбайдың метросы ғана. Мумбайдың пойыздарын көрген жоқпын әлі. Мумбайдың пойыздарына мінетін болсам, салам алейкум болады сияқты. 3 минуттан кейін менің пойызым келеді, жаңа мына кісілерден сұрап алдым. Макалакшми дейтін станцияға дейін барып. Сол жерден түсемде жаңа неге барам. Короче, Мумбайда прачечный бар, Добби Гейт дейтін. Короче, бүкіл отельдардың жаңағы ресторандардың неше түрлі. Короче, бельеларын жуады ғой, постельдарын. Қолмен жуады, барлығын кептіреді оны. Қаншама адам, короче. Сол Добби Гейтқа барайын деп жатырмын. Енді ішіне кіру үшін местный гид керек дейді. Оған бір 200-300 рупия беріп ішіне кіріп кетсең болады. Көреміз енді. Еще сол Макалакшми дейтін станциядан жоғарыға көтеріліп, в общем, жаңағы станцияға жоғарыға көтерілсеңіздер, сіздерге полностью вид ашылады екен жаңағы прачечныйға. Осы. Енді көтеріліп те көремін, ішіне кіріп те көремін. Мен Мумбайға күнде келіп атқан жоқпын ғой. Ертең әр күн уже кетемін Джайпурға. Сол үшін қорықпай бару керек. Ана Темірлан Мукашев та жүрді ғой, қорықпай. Темірлан Мукашевті білетін шығарсыздар, белгілі бір блогер, керемет ағамыз, көкеміз. Енді осындай болып жатыр жағдай дейтін. Міндетті түрде қазір барғаннан кейін жаңағы Добби Гейтін міндетті түрде көрем. Сосын анау местный бір трущоптар бар ғой, Тхарави дейтін. Ол Тхаравиін да көремін деп ойлап отырмын енді. Бүгін үлгермейтін шығармын трущоптарға барып, бірақ анау Добби Гейтін көру керек прачечный міндетті түрде. Әне, хабарламай келді, қазір пойыз келеді. कृपया ध्यान दें, RAJDLR स्टेशन की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है. Attention please. The train to
Үндістанның пойызына обзор достар. Мумбайдың пойызы. Метро. Мына жерде ограждение керемет жасалғанда адам деген ары қаратай құлап кетпейді. Мінекей Мумбайдың метросы қандай қараңыздар. Такое ощущение, как будто бір Дубайдың немесе Абу-Дабидің метросында жүрген сияқты да. Іші өте жаңа бір андай. Дубай, Абу-Дабидің метросы сияқты, Шарджадағы метролар бар ғой. Сол сияқты жасалған екен. Ар жақта тек әйелдер отыратын метрода, ар жақта. Ал мына жақта метро іші адам аз екен, 30 рупия ғана. Ішін көрдіңіздер ме, қандай керемет жасалған. Бұрылады, как положено. Алматыдағы метроға қарағанда үлкен сияқты достар. Алматыдағы метро деген андай ғой. Мінекей, осындай. Бұл Мумбайдың метросы достар. 30 рупия вход дейді. Салам алейкум ба, Мумбай дейді. Мен мына жаққа отырайын. Бисмиллах деп. Қазір енді Махалакшмиге барамыз. Метро ұнап жатыр енді, керемет екен, бірақ айтқанда. Жаңа үндістер деген дамып кеткен екен, натури. Мен оны Бангалорда байқадым, Мумбайға келіп тағы да бір байқап жатырмын. Осы, бақылап отырыңыздар, қазір ана прачечныйды көрсететін боламын. Ал міне, бір 5 станция жүріп Лакшмиге келіп едім. Лакшми мынандай лакшри болып отыр ғой. Бомбай дейтін осындай достар. Мумбай. Барлығы холимен жана үсті басы краскілеп тастаған. Қандай үлкен алпауыт ғимараттар деймін да. Мына жерде де алпауыт ғимараттар. Махалакшми метро стейшн. Қараңыздар. Не деген алпауыт ғимараттар. Менің ойымша бұлардың барлығы ЖК. Я, киімдер жайылып тұр, гүлдер. Бұл жерлерде меніңше енді ақшасы бар үндістер тұратын сияқты. У кого есть деньги, они и живут здесь. Макдональдс на жақта. How are you, brother? YouTube channel. Yeah. Now. Ruslan. Ruslan. Yeah. Only Ruslan. Only Ruslan, yeah. Әні, Холиге дайындалып жатыр. Ертең Холи. Бүгіннен бастап дайындалып жатыр да бұларшы. Қараңыздаршы. Осындай әдемі ғимараттардың жанында мынандай ұсқынын бұзып осындай бірдеңке тұр. Меніңше бұл жерде құрылыс болып жатқан сияқты, стройка. Міне. Мыналар уже жаңағы дайындалып жатыр жаңағы ертең Холи. Brother, Holy today and tomorrow. Holy. Today. Ah, today, yeah. Holy. Yeah. Бүгін екен, бүгін Холи болып жатыр екен. What? Hindu culture. Үндістанский жаңағы не ғой, традиция, короче, мереке, Холи. Аналарды боянып алған сондай ғой. Аналар боянып алған. कपड़े लेके भेजने के यहाँ
Мынаяқтан кофе ішсеңіздер болады екен. Жолды абайлап өтпесеңдер қағып кетеді. Міне, осындай алпауыт ғимараттардың жанында мынандай трущоптар, ұсқыны жаман, көргенсіз келген бір алпауыт ғимарат. Енді мына жақтан жолды өтіп көріңдер, өте алсаңдар. Жолды білек жүгіріп өтпесең қақып өтеді. Міне екіншісі. Қаптаған мопедтар. Барлығы холи. Холи айттым ғой, холи. Міне мұнаның да беті жаңағы холиге краске бояған беті. Холи, мен де бетімді бір краскеге бояп алу керек пе деп қоям да. Міне мыналар сияқты. Так. Картадан қараймыз, дұрыс келе жатырық па біз деген. Через базар жүру керек екен, через базар. Мына жерде сақал мұрт алып жатыр. Мына жақтағылар да холи болады, холи. Мыналар да холи болады. Жаңағы районнан кетіп едім, қазір как будто бір басқа мемлекетке келген сияқты болып қалдым бар ғой. Мына жақтың вайбы вообще басқаша екен. Пияз ашып отыр ана жерде. Көкөністер, неше түрлі алмыздақтар. Yes, sir. How are you, boss? I'm fine, brother. Короче, менің ойымша осы жер сияқты. Міне, уже бір нені көре бастадым. Бір көріністі уже көре бастадым. Мына қараңыздар. Katla libe, ini 3,000 paisa. Happy Holi. Holy. Happy Holi деп қояды. Міне мынау холидің краскалары ғой достар, холидің. Басқа бір жерге түсіп кеткен сияқты бар ғой. Үндістан емес. Мына жаққа бұрылып көрейікші не бар. Мына қараңыздар. Йо-майо, не деген район мына жақта. Темірлан Мұқашевтың видеосынан көрген жерлерді қазір өз көзіммен көріп отырмын. Міне, өстіп киімдерді жуады.
және жайып қояды. Мынау, короче, трущоптар және осының көрінісінде ар жағында мынандай алпауыт ғимараттар орналасқан. Былай өтсек, жүрсек өте аламыз ба екен? Жоқ, мынау біреудің үйі екен. Мына жаққа қаратай. Мынау өтіп кетті ғой дальше. Біреулер дем алып жатыр бұл жақта. Әне өйстіп жуады. Негізі бұл ұзын сияқты еді, мен что-то білмеймін, басқа жағына кіріп кеттім ба? Басқа жағына кіріп кеткен сияқты бар ғой. Міне мына жақта да бір фот бар ма? Фот па бірдеңке бар екен. Мына жерде барлығы киімдерді жуып жатыр. Темірлан Мұқаштың бір видеосын көрген кезде дәл осыған басын ұрбағанын көріп едім. Осы жерге ұрдым екен басын. Осындай су. Мындай жерде жуады екен. Мынау стиральный машина ғой, короче, үлкен. Қаншама киімдерді жуады, іші су. Мына жақта тәтеміз киімдерді жаңағы үтіктеп, әдемілеп жинап жатыр. Осындай достар. Негізі бұл деген бар ғой. Бұған бір вид ашылу керек негізі ше. Міне, дәл өзі. Жүрсең көре береді екенсің. Неше түрлі вайб. व्हिडिओ पॅलेसला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. Мына жерден вид ашылу керек, көрініс трущоптарға. Мен жаңа негізі кірдім, бірақ дальше жол жоқ сияқты. Міне ашылып жатыр. Мумбайдағы көрініс. Әдем өмір мен қарапайым өмірді қатар алып жүрге болады. Мінекей. Осы үшін келдім ғой, бір 10 километрдей жүріп, ерінбей. Мумбайдағы жаңағы Доби Гейт дейтін трущоптар жаңағы прачечный осы. Кім білмейді, достар, дәл осы жерде мына мыңдаған осындай отельдар, қонақ үйлер барлығының киімдері осы жерде жуылады. Постельдары, киімдері.
Кейбіреулері қолмен жуады, кейбіреулері машинамен жуады. Сосын оны мынандай бетондарға ұрып сығады да жайып қояды. Қараңыздар, өмір қандай я, мына жерде деген күніне үстіп жұмыс істеп 5-6 доллар табады. Ал мына жақта уже лакшери жаңағы. Өмір қайнап жатыр. Осылай жуады екен. Мына жақта пойыз жол уже, пойыздар жүріп жатыр. Яғни бұлар ашық енді, бұлар местный метро емес, пойыздар бұлар. Есіктері ашық. Міне тағы да бір көрініс. Мумбайдың танымал прачечный киім жуатын жері Добби Гейт деп аталады. Жаңа ана жерде тұрып түсіргем, енді мына жаққа келіп түсіріп жатырмын. Бұл жер, короче, метро станция, автобусный деп қой. Ну, автобусный да бар, мына жерде көрдіңдер ме? Автобусный. Сосын жаңағы поезд станциясы ғой, железнодорожный вокзал. Мына жерде осы киімдерді жуады, жаңа айттым ғой. Бірақ енді вайп мүлдем басқаша екен. Вайп мүлдем басқаша екен. Дәл осындай лашықтарға қарама қарсы мынандай үлкен алпауыт ғимараттар. Қараңыздар қандай. Менің шокым шокта, достар. Мумбай деген осындай екен. Күніне 5-6 доллар табады ғой бұлар деген үстіп киім жуып. Ана жерде қарасам, жаңа ішіне кірдім ғой, барлығы ұйықтап жатыр. Әбетте күн ыстықта ұйықтап жатыр ғой. Қазір 1-2 сағат ұйықтап, сосын шығады далаға киімдерін жууға. Осындай. Бір ауыз сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес негізі ше. Мына жерде кішкентай балдар жүр. Осындай көрініс, короче. Аяқта пойыз жетіп бара жатыр. Мен енді кішкене жылжиын, рұқсат болса. Мына жерде тұрғаныма бір 40 минуттан асып кетті. Рұқсат болса жылжиын. Иә, дәл солай. Мен енді төменге түсем. Міне, өмір деген қайнап жатыр. Несін үндістер. Ойбай, шаршағанский. Күн ыстық болғанский, шаршағанский. Не үшін осындай ыстық күнде мен аяғыма кроссовки киіп алдым. Және бағана сатып алдым. Өйткені өте ыстық дала дейтін. Короче, тәпішке дейтін аяғымды қашап тастады. Сөйтіп кроссовки киіп алдым. Қазір кроссовки нәски. Аяқ терлеп жатыр.
Жаңа мен осы жерге келгем. Ойбай. Мумбайда болам деп үш ұйықтасам да түсіме кірмегенше. Басқа Дубай жарайды енді, Абу Даби жарайды. Бірақ Мумбай басқаша екен вообще. Мумбай вообще бөлек екен. Әлі сенбеймін бар ғой Мумбайда жүргеніме. Мүлдем сенбеймін. Үндістанда жүргеніме сенбеймін. Гоа, ладно. Үсті басын краскеге бояп алған. Холи ғой, холи. Холи басып жүр бұлардай. Жаңа қаланың жоғары жағында болдым ғой, анау Калаба дейтін районға жақын жерде. Ол жақтағы адамдар кішкене андай екен де, современный екен, саған қарамайды. Ал мына жақтағы адамдар кішкене кедей сияқты көрінеді. Көрмегендей қарайды, міне. Міне мынаның бәрі прачечный киімдер ғой, мынау да осындай. Мынау киімде жаңағы баняқа апарып, короче, барлығын жуады полностью. Hello. Hey. Do we guys? No. Laundry. Біреуіне халоу деп қойсаң болды, артынан қалмайды, короче, барлығы деген. Мына жерден тамақ ішкеннің өзі бір қауіпті. Қорқасың. Бұл жерде тек үндістер емес, мұсылмандар да бар, ислам дінін қабылдаған. Міне, дальше ары қарата мен уже ойлаймын, мусорка сияқты жүрудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Мусор тиеп жатыр, иісті айта алмадым, сасып жатыр. Дальше мусорка, короче. Мынау да мусорка. Мына иісті сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, достар. Қатты сасып жатыр. Бұл, короче, ойласаңдаршы, мынандай алпауыт ғимарат, үлкен ғимарат. Осындай үлкен алпауыт ғимараттардың ішінде мынандай сасып жатқан мусорка ғой, қарасаңдаршы. Оны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, мүлдем. Мүлдем айтып жеткізу мүмкін емес. Мұрынды жауып жүру керек, короче, достар. Яқты дем алу мүмкін емес. Hello. Осы. Мына жақта адамдар байқалып жатыр, кішкене андай туристический жер емес екені, адамдардың өздері де турист емес екендері, андай турист көрмегендері байқалып тұр.
Мен мына прачечныйдың ішіне кіру керек еді негізі. Кір жуатын жерге. Міне. Мына жақта тауықтар бар екен. Тауық қамылар. Ұйықтап жатыр. Мынау жаңа киім жуатын жер ғой. Осындай. Қараңдар, қандай. Happy Holi. Happy Holi, yeah. Yeah. You inside dialect. Yeah, just to see, brother, yeah. Yeah, but this place is very big. 1 kilometer in square. Oh, really? Yeah, there are lots of different views. You have amazing views. And to interact with people, lots of communication people, lots of religion people. I know, working here. This pride of this place, history, everything. And So we are here to serve you, sir. It's our honor that you are visiting our heritage. okay, how much? Whatever you I don't know, brother, I don't know. 500, 200. Oh my God, 300, it's very expensive, brother. 200, 300, whatever. 500 рупия немесе 300 рупия беріп маған мына жерді айналдырып көрсетемін. Nice, whatever you like. You like. I just see, brother, yeah. I just see. Yes, just sir, a very big area. Nice to see everywhere. Everything. No, brother, thank you. Everything inside nice. No? Okay. No, thank you, brother. Thank you so much. Happy Holi. Happy only. Happy only. Lan қараңыздар, қандай үлкен, а? Қандай үлкен прачечный. Yeah, thank you. पैसा ले चुके तुमको दोस्तों की बात करो ना ऐसे ही थोड़ी जाने देने का This 200 rupees. गाइड तो No, thank you. Yeah. Holy. This No, they no, will no. show you everything. अरे लिखा चलो Ештеңке бермеймін, ақша беруге желание жоқ вообще барға. Не деген үлкен деймін да, міне ақша. Үстіп мына жерде киімдер жуып жатыр. Өте үлкен. Енді менің ойымша, достар, Добби гейт осымен тоқтатайық. Дальше жүргеннен ештеңке жоқ сияқты. Бір жерін қыссаң жақсы болады дейді ғой. Болды, қазір телефонға бір-екі видео түсірейін деп мына жерден шығайын. Осындай пицца алдым 350 рупияға. Мынау әр мемлекетте танымал, Европада бар, барлық жерде бар ғой. Мен осы пицца и мынандай фанта алдым. 350 рупия болды. Мынандай неше түрлі соустар қосып берді жанына. Меніңше осы дұрыс сияқты. Өйткені анау местный тамақтарды мен жей алмадым. Қазір ашып көрсетейін сіздерге. Мынандай екен, енді мен ойлағам керемет болатын шығар деп. Бірақ қарапайым пицца екен.
Жарайды енді. Тамақ ішіп отырғандарыңыз болса, ас болсын. Міне үндістер крикет ойнап жатыр. Бізде Қазақстанда футбол, волейбол жақсы көреді ғой. А бұлар дейтін крикетті жақсы көреді. Қараңыздаршы, күннің ыстығында 35 градус ыстық дала дейтін. Мен әрең жүрмін, басымда кепка, бүйтіп жауып алғам, короче, көзде очки. Сонда да әрең жүріп келе жатырмын да, мына жақта үндістерің бірақ күннің астында крикетті жіберіп жатыр. Мына жақта тренерлар отыр, қарап, қадағалап. Бізде сағат Мумбайда сағат 1 болды. Мен ұйқыдан тұрғаныма 1-2 сағат болды. Сонымен бір тамақ іздеп жүрмін қазірше, ресторан. Қай жерден тамақ ішсем болады екен деп. Жаңағы хостелдің жанындағы кафешкалардың барлығы андай да. Қалай болса солай тамақ пісіреді. Сол үшін жаңағы кішкене болсын өзімнің сенімділігім артсын деп, безопасно болсын деп жаңағы KFC, Burger King, Макдональдс, жаңағы Домино пицца сондайлардан тамақ ішіп жүрмін да. Сөйтіп жаңа Домино пиццаға барып едім, ол пицца жаңағы системамыз істемейді, анау-мынау деп жатыр да. Сол үшін пришлось басқа ресторанға баруға. Енді мен қазір KFC-ге бара жатырмын. Қазір KFC-ге барып 1-2 бургер мен крылышки жеп алу керек болып тұр. Негізі мен күнде осы KFC, Макдональдс деп болмай кетті негізі. Дені дұрыс тамақ жоқ мына жақта. Қазір бір қазығарда, жал-жая, плов, күріш болса екен. Ой-ой деп жейтін. Осы енді жағдай жаман ыстық Мумбай. О-май, айта алмадым просто. Бүгін менде соңғы күн. Ертең таңертең немесе кешке бұйырса Жайпурға қарай жүретін боламын. Осы достар. Қазір бір қарап көрейін, дұрыс келе жатырмын ба? Жоқ. Маған жолдың ары бетіне өту керек екен. Жолдың ары бетіне менімше былай екен. Я. Ол жерде сәл абайлап жүрмесеңдер, мәшіне қағаттай кетеді, болды. Ештен кейін қалмайды. Мүлдем. Келіп қаптым, қазір бір 150-200 метр қалды. KFC-ге де жақындап қалды. Міне екен. Менімше осы жерде болу керек ресторан. Ya осы жер сияқты. Мына жерде тротуармен жүре алмайсың вообще. Тышып тастаған, сиіп тастаған. Бытыштың шығарып тастаған деген се. Мына жақта пицца хат бар екен ғой. Міне. Пицца хат бар екен. Алдымда тұр екен, алдымда. Пицца хат. Как раз пицца хатқа кірсек болады, KFC-ға кірсек болады, мінеки. Ой, жандарым-ай. Қарным ашып әрең келе жатыр. Тамақ ішкім келді. Мінеки, осындай ресторан.
Juice doesn't ask дейді. Мына жерде банк, мына жақта KFC. Міне. Ал жолдың ары бетінде бізде Pizza Hut. Және Tea Post дейді. Мына жерде шай ішсеңіздер болады сияқты. Ыстық шай, суық шай, bubble tea, sable tea деген. Енді менің ойымша KFC-ға емес, Pizza Hut-қа кіріп көрейік. Pizza Hut-тың тамақтары дұрыс сияқты. Міне дәл осындай ресторан. Білмеймін, ашық жабық тұрғанын қазір кіріп көретін боламыз. Опа. Бұл жерде өкінішке орай ешкім жоқ екен. Мына жақта да ешкім жоқ сияқты. Hello. Are you open? Restaurant is open? No? Why? Recording allowed, no. I don't speak Hindi. Not English. Why not talking restaurant? Which one order? Huh? Which one order? Do you have menu? Yes. Ресторан жұмыс істемейді дейді маған, бірақ мына әйелдің айтуы бойынша неге жұмыс істемейтінін түсінген жоқпын. Бірінші жұмыс істемейді дейді, одан кейін маған келіп айтады, не аласыңдар заказға деп. Бұл өте бір жаман нәрсе негізі. Қазір енді менің ойымша KFC-ға кіріп көре салған дұрыс ау. No English деп қойды. Хотя барлығы ағылшынша сөйлейді бұяқташ. Қой қазір KFC-ға кіріп көрейік. Міне тағы да бір локация тауып алдым. Бұл жерде үндістер. Мына жерде де крикет ойнап жатыр екен. Бұлар өліп жақсы көреді крикетті. Осындай сеткадан қарап жатырмын. Қазір анау допты лақтырады. Мынау қағып жіберу керек қой. Әне қараңдар. Күннің астында қалай ойнап жатыр деймін да. Плюс 35 градус ыстық, мен түсінбедім. Үндістер қалай ойнап жатыр. Осындай енді, білмеймін. Мен өзім енді әрең жүрім. Басымда кепка, очки, басым ауырып, бұлар деген күннің астында 35 градус ыстық жерде. Жаңағы крикет ойнап жатыр. Осылай десе. Жаңағы анау Мукеш Амбанидің үйіне барам ба деп ойлағым ғой автобуспен. Автобус күтіп тұрсам, білмеймін, жоқ, 20 минут болды тұрғаныма. 20 минут болды тұрғаныма, ешқандай автобус ештеңке жоқ. Мен қазір кішкене бір өзіме удобный жерге шығып алайын да. Сосын таксимен бара салам деп шештім. Байк такси или такси. Сомен. Ал барлықтарыңа сәлем. Мен Мумбайдағы ең бай миллиардер бай үндістің үйіне келдім, Мукеш Амбани дейтін. Мына үйдің құны 2 миллиард доллар тұрады. Ойлаңыздаршы. Ана жерде охрана, военныйлар мүлдем кіргізбейді. Суретке түсуге де болмайды жанында. Жаңа бір фото түсіріп едім, мен тексеріп, бүткіл жерімді қарап, камерадан фотолардың барлығын қарап шықты. Бұл үйде 600 қызметкер қызмет жасайды. Мынау жасыл фасадты көрдіңіздер ме? Бұның өзі тек қана паркинг зона екен. Жоғарыда 3 вертолет сиятын жаңа алаң бар, ұшу алаңы бар. Және бұның өзі бір үлкен аэропорт сияқты ғой. Бұл достар, бұл Мумбай қаласы, Бомбей. Қазіргі тілмен айтқанда, немесе бұрынғы тілмен айтқанда Бомбей. Мукеш Амбанидің үйі осындай.
Қараңыздар. Алдына жақындау мүлдем мүмкін емес, өйткені военныйлар, полицейскілер камерамен сені тексеріп жатыр. Камерамен жаңа қолдарында автоматтары бар. Осындай достар. Ал бұның шет жағынан осындай көрініс. Мына жақта бизнес-центрлар неше түрлі. Осы достар. Ал барлықтарыңа сәлем достар. Мен Мумбайдың астанасынан, Бомбей қаласынан кетіп қалдым. Қазір Жайпурға бара жатырмын. Осындай пойызда. Үндістандық пойыз. Енді Мумбайдағы саяхатым аяқталды. Бұйырса 15 сағаттан кейін Жайпурда боламыз. Мына бауырымыз біздің. Yeah, brother. What is your name? Amjad Khan, Amjad Khan. Nice to meet you, brother. My name is Rose. AC coach attendant. Мына жерде жұмыс істейді екен, жаңағы пастель ауды. Пастель ауды. Ары-бері тасып жұмыс істейтін бала. Осы достар, енді бұйырса Жайпурда боламыз. Жайпурды көретін боламыз. Қандай екен? Пойыздың іші осындай. Мінекей. Осы енді. Үндістандық пойыз осындай достар. Бұл Индия, Үндістанның пойызы. Мына жерде адамдар қаптап отыр. Ар жақта отырғандар бұл осы жерде жұмыс істейтін адамдар. Осы достар, сіздерге обзор жасап жатырмын Үндістандық пойызға. Ой, sorry. Қандай екенін көрсетейін деп. Мінекей, үнді пойызы осындай болады. Мумбайдың астанасы Бомбей. Бомбейден Жайпурға бара жатыр.